Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте нәзік әрі жұмсақ болып пісетін торттың рецебімен бөлісемін. Құрамы да өте қарапайым. Ол үшін бізге ұн, шекер, айран, ас содасы, какао, сұйық май, жұмыртқа қажет. Ең алдымен 2 жұмыртқаны шағып ыдысымызға саламыз. 1 стакан шекер саламыз. Шым-шым тұз салып жібереміз. Жақсылап араластырып аламыз. Одан соң сұйық майды құямыз. Араластырып аламыз жақсылап. 1 стакан айранға ас содасын салып, жақсылап араластырып, одан соң қосамыз. Айранмен реакцияға түсіп, ас содасы осылай көпіріп, көлемі үлкейеді. Достар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді жақсылап араластырып аламыз барлығын. Одан соң какао мен ұнды електен өткізіп саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай сұйықтау қамыр шығады. Қамырымыз дайын болды. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, дайын болған қамырымызды құямыз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Қамырымызды құйған соң кішкене осылай столға ұрып аламыз. Егістеледі. Сонда одан соң пешке салып 40 минут пісіріп аламыз. 40 минут өтті. Пирогымыз пісіп шықты. Пирогтың ортасы толықтай піскенін осылай тіс шұқығышпен тексерсеңіз болады. Құрғақ болып шықса, тіс шұқығышымыз мұнда толықтай піскені. Одан соң формада суытып аламыз. Суығаннан кейін формадан аламыз. Пергамент қағазында осылай алып тастаймыз. Өте оңай алынды. Енді оны 3-ке бөліп шығамыз. Көтеріліп тұрған жерін мен кесіп алдым. Оны крошка қылып пайдалансаңыздар да болады. Енді кремін жасаймыз. Сары майды осылай миксермен жақсылап миксерлеп аламыз. Одан соң қойылтылған сүт қосамыз. Яғни сгущенка. Екеуін жақсылап миксерлейміз. Бізде осындай өте дәмді крем шығады. Енді кремнің әр бөлігіне осылай жағып шығамыз молынан кремді. Бетіне осылай кремді жаққаннан кейін үстіндегі бөліп алғанымызды крошка қылып бетіне сепсеңіздер де болады. Бірақ та мен шоколад жақтым. Шоколад пен сары майды қосып ерітіп, осылай жағып шықтым. Өте дәмді торт болып шықты. Өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса, видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Торт өте дәмді болып шықты, әрі нәзік, шайға өте оңай торт. Баршаңызға ас болсын.